Казахская литература? Иә. Сен өзі қазақсың ба? Ну да. Онда неге қазақша сөйлемейсің? Мои родители казахи, но разговаривают на русском языке. Онда қазақша түсінесің ғой, иә? Ну, по идее, да. Онда мен саған қазақ тілі жайлы мағлұматтар айтып берейін. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып саналады. Қазақ тілі еліміздегі ең бай әрі келбетті тіл болып саналады. Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Амал не, тілімізді, өз елімізде тілімізді шұбарлап, аралас сөйлейтіндер жиі кездеседі. Шала қазақтар өз елімізді бекітудің дерті болып саналады. Саған көп рахмет. Сен қазақ тілі жайында және қазақ тілінің маңыздылығы жайында айтып жатқан кезде мен өзімді біртүрлі күйде сезініп отырдым. Саған көп рахмет. Саған көмектескенім үшін өте қуаныштымын. Енді қазақша сөйлейтін шығарсың, иә? Әрине. Қазақ тіліне алғаш қадамың құтты болсын. Рахмет. Мен үйге тезірек барайын. Себебі мен қазақ тілін үйренгім келіп отыр. Жарайды, сау бол. Сау бол. Қазақпен қазақша сөйлес. Я могу разговаривать по-казахски, но мне не нравится. Егер сен қазақ тілін білсең, менімен дос бол. Мен саған бірнеше ақпараттар беремін. Жарайды. Қазақ жерінде, кең байтақ жерінде тұрып, қазақ тілін білмеген ұят қой. Әр адам қазақ тілін білуі тиіс. Ол біздің басты құндылығымыз. Одан асқан байлық бар ма? Жоқ, әрине. Адам ана тілімен асқақ, ана тілімен ардақты. Жұлдыз, саған көп рахмет. Бүгін сен маған ана тілі туралы көп ақпараттар бердің. Сол үшін саған көп алғысымды білдіремін. Жарайды, кездескенше сау бол. Кездескенше сау бол. Бұл видеода біз айтқымыз келетіні, елімізде шала қазақтар және де тілімізді шұбарлап сөйлейтіндер өте көп. Сондықтан біз осы видеода соларға сабақ болсын деп түсірдік. Себебі біздің тіліміз көркею үшін біз таза қазақша сөйлеуіміз керек. Әрине достар, және де біз әрқайсымыз қазақ елінде тұрып, қазақ кең байтақ жерінде тұрып, қазақша сөйлемегеніміз ұят. Біз елімізді көркету үшін барлық адамдарымыз, жандарымыз қазақ тілінде сөйлеп үйренуіміз керек. Сау болыңыздар.